екінші сабағымызды бастаймыз. Осы кроссовканың мына жеріне кеп тоқтадық. Енді мына шетін и алдын тоқитын боламыз. Біз алдыңғы сабақта өш жерден аяқтаған болатынбыз. Мындай ілмегімді алып, өш жерде түйіндеп бекітіп қойдым. Енді осы жерден біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесінші яшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, осы жерден біреу көтереміз. Бұл біреу болып саналады. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Біріншісі бесеу болды. Енді келесі яшық қана бос емес, келесі яшыққа кіргізіп, осы жерден жұмыс жібімізді күржектағы жіптен өткіземіз. Және тағы келесі яшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, күржектағы жіптен өткіземіз. Енді теріс қаратып, келесі бұлай 5 болды. Енді төбеге көтергенімізде 5 болады. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біреу көтереміз. Енді бұлай 5 болды, бұлай 5. Енді астыға түскенімізде 5 болады. Бастамасы 3, 5 тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Енді келесі яшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, күржектағы жіптен ілеміз. Және тағы келесі яшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді іліп, енді теріс қаратамыз. Енді ішкі жағын 6 болады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 6. Және көтереміз. Енді бұлай 6 болады. Одан төбеге көтергеніміз 7, 8. Бастамасы 3, 5 болады. Соңында 14-тен 3 болады. Бастамасы 15-тен 3, аяқтамасы 14-тен 3 болады. Қалғандары 2-ден болады. Қазір біз 6 тоқыдық. Енді астыға қарай 6 тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді мына қара жібімізді бастайтын боламыз. Осы жерден осынша қалдырып, келесі яшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, күржектағы жіптен ілеміз. Және келесіге кіргізіп, қара жібімізді шығарып, күржектағы жіптен өткіземіз. Енді ішке қаратып, төбеге қарай көтереміз. Бізде бір жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Біреу көтереміз. Енді мынау жағын қайырып, оң жағын тағы 7 болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дәл осылай 7, 8, 8, 9, 10, 10, 7, 14-ке шейін апарамыз. Осындай қарадан 3 тоқимыз. Арасында мындай 2 ақ өрілгеннен қалдырамыз. 14-ке апарамыз. Мінекей соңына келдік. Мына жерде менде 5,
алтау, жетеу, сегіз, оны жерге келгенше 9 болды, 14 болды, 14-тен 3 болды. Мынау төбеге қарай 14-ті шығарып, үшінші 14-ті шығарып, біреу көтереміз. Енді астыға қарай түсеміз. Әр ұяшыққа біреуден осылай тоқимыз. Осы жерге шейін алып келеміз. Мына соңына келдік. Менде 21 болды. Енді мына жерде соңғысы мына бұрышқа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, күршектағы жіпке ілеміз. Енді жұмыс жібімізді ашып, ортасынан өткіземіз. Және үш жерден бекітеміз. Бекітіп, енді мына бетіне шығамыз. Мына бетіне жібімізді айналдырып алып келіп, бос қойып, үш жерден санап, 1, 2, 3, 4, 5 ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді көтереміз. Мына жер қатты қысып қалмасын, бос болсын осылай. Енді үш жерден бір болып саналады. 2, 3, 4, 5. Енді мына жақта келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, ілеміз. Тағы келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, ілеміз. Енді дәл бағанағыдай 5 болды, 5. Түбінен бастап қара алтау, ақ қайтадан алтау, одан кейін 7-де қара басталады. Дәл мына жағы құсатып, тоқып, осы жерге шейін алып келеміз. 14 болғанша. Енді мына жақты да тоқып, осы жерден көтеріп, 14-ті көтеріп, 3-14 істедік. Мына жерде төбеге қарай көтеріп, біреу көтердік. Мына жақтарда менде 21 болды, мына жағы да 21 болды. Осы жерден мына бұрыш, мына бос емес тұр, мына бұрыш тұр. Сол жерге кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, мына күршектағы жіптен өткіземіз. Осы жерден 2 көтереміз. 1, 2. Енді осы ұяшыққа тағы ораммен біреу тоқимыз. Келесі ұяшыққа ораммен тағы тоқимыз. Ораммен келесі ұяшыққа тағы тоқимыз. Осылай соңына шейін тоқып апарамыз. Мына бұрышқа келдік. Менде ортасы 18 болды. Осы бұрышта былай тұрады. Енді осы жерден 2 көтереміз. Төбеге қарай 1, 2. Енді іш жағын қаратып, ораммен дәл өзінің астына тоқимыз. Бәлі қатарымыз 18 болу керек. 2, 3. Дәл осылай тоқып, астын үстін тоқып көтере береміз. Тілін тоқыдым. Енді тілі бұл жерде мынандай сызықтардан 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-шы неқтан бітеді. Жаймен тоқыдым. Бетін осы жерден аяқтадым. Енді осы жерден бітеймін. Осы жерден бекітем. Осы жерден мынауын сәл босатып, енді мынау бұрышқа барып, осы жерден мына бұрышынан бастаймыз. Осы жерден жұмыс жібімізді алып шығамыз. Және біреу көтереміз. Енді келесі ұяшыққа осылай тоқимыз. Біреу, келесі ұяшыққа 2. Дәл осылай әр ұяшыққа тоқып, осы бетке шейін алып келеміз. Тілімізді былай тоқып айналдырып әкеп, осы бұрышқа келдік.
Менде мына жағы 24, мына жағы 24 болды. Енді соңғы немізді ұяшықтан жібімізді алып, күрчіктағы жіпке өткіземіз. Осы жерден жібімізді ашып, жібімізді өткізіп, осы жерден аяқтаймыз, бітейміз. Осы жерден жібімізді үземіз. Осындай ұзақ кесіп, үзіп, осылай арасына жасырып қоямыз. Осымен біздің екінші сабағымыз аяқталды.